Сәлем қыздар, сіздермен бүгін осындай 5 минутта дайын болатын бауырсақ дайындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Толық рецептін видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен жұмыртқа, 100 мг айран, 2 ас қасық сұйық май. Осы смесімізді жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық тұз. Ал енді қамырымызды араластырып көпіртеміз. Көпірген жағдайда ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Бауырсағымыз еліп болғаннан кейін сол сәттен басып жаямыз. Ұнға немесе маймен жаюға болады. Қамырдың қалыңдығы орташа қалыңдық болу керек. Майымызға қуырып, орташа отты қуырамыз, себебі ол піспей қалуы мүмкін. Бауырсағымыз осылай көтеріліп, топ-томпақ бауырсақтар болып шығады. Қонақ келгенде лезде, дәрі тезде дайын болатын өте керемет бауырсақтар. Пайдаңызға жарасын. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.